Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жеңіл түске басар дайындайтын боламыз. Чесночный нан. Менімен бірге дайындаңыздар. Ең алғаш осылай фольгамызды ашып, жақсылап жуып аламыз. Осылай кесеміз. Видеода үстіне тұз, бұрыш қосамыз. Және де май қосамыз. Оливковый май болса, соны қоссаңыздар да болады. Кейінен жақсылап фольгамызды орап 180 градусқа 40 минуттай чесногымызды пісіріп алатын боламыз. Осындай болып шығады, өте ыстық, абайлап салатын боласыздар. Кейін 72%-дан жоғары осындай майымыздың үстіне чесногымызды саламыз және де үккіштен өткізілген сыр қосамыз. Және де өз қалауларынша осындай укроп, пияз салсаңыздар болады. Сосын барлығын осылай жақсылап араластырамыз. Достар, менің видеоларым ұнап жатса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына атсалысыңыздар. Көп рахмет. Кейін жақсылап осылай араластырып аласыздар видеодағыдай. Чесногымызды осылай езіп естеңіздер, барлығы жақсылап езіліп кету керек. Тура осылай болып шығады. Кейін батон нанымызды кесіп аламыз да барлығына жағып шығатын боламыз. Менде бір батон кетті. 180 градуста 20 минутта осылай қып-қызыл өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, балаларыңызға ұнайтын болады.